Сағындырып қана қоярмын. Әпшеңді ойлайым деп әбірежді қой жаным ау. Ей, жаным! Дұрсы, әкелуді әкеп тастап та түрін емне бөлі болып кеткез. Бұл жақты жезім сияқты бір жігіт болса. Сенше, неғып 10 сағат жүріп аласың базарға барған соң? Адам нерсін шығар? Ой, әшейін, не болды? Бір сағатта болған жоқ, кіріп шыққан. Я саған 1 сағат болған жоқ. Біз дейін соғмасын, негізінде продукт алуға барған адамыз ғой. Киім аралап кетуін қойшыз. Ой, көре салайын дедің да, әшейін. Я, көре салайын дедің. Бүкіл әйелдер осындай ма, білмеймін ше. Или Қазақстан бойынша сен ғана сондайсың ба? Не болсынша? Мамаға сыйлық алайық дедік. Я, қойшы, мамаң күніге сыйлық алып жүр қой. Дымымыз қалмайтын болды. Дымың қалмағы сен мамаңа. Қойшы, күніге ал. Біз мамаға ма? Не қылайын, артқа бұрылайын ба? Арамысың, я? Бұрыл жүр. Қуанып қалады ғой, алай ғой кісіге де бірдеңе. Қуандырайық анашымызды. Аналар аман болсын. Жаңбырда бүйтіп өтті. Телефондарына көтермейді. Аға! Жеңге! Аға, тишеу! Не өлі, ешкім жоқ па өзі? Ағажан, не болды? Біраз нәрсе болып тұр ғой сол. Тыныштық па? Тиштік болмай тұр ғой сол. Сіз кім боласыз? Мен Жасиканың інісі боламын ғой. Не құда болдырдың бәрі маған ғашық болып жатыр? Сізге ғашық болмаған адам ақымақ шығар өзі. Сіз өзіңіз кім боласыз? Жеңгеміздің сіңлісі болған. О, Алла өзі. Құдай өзі сұлулықты беріп қойған екен де әпшеңіз сияқты ғой. Бір сұлу екенсіз де. Не ма сыртта тұру? Тренд па негізі? Жоқ, шай қойып көрейік. Осының бәрін мен болсын. Соншана базардағы фрукты сатып тұрған қызға елжіреп қарап. Қумаша қандай елжіреген сұрақ қойды, жауап бердім болды. Жауап бердің, жауап бердің сен. Фрукт деген қол полмен қосып жұлып алайын деп тұрған ең ғой? Сен тетек қолың ба тағы да? Не болды саған? Қолың тиіп кеткен шығар? Қолың тиіп кетіпті. Қазір қолың тиіп кетеді, ертең басқа жерің тиіп кетеді, жүресің да содан кейін базардың бәрін жағалап фрукт алғыш бол. Бас өзі не болды саған? Осы әйелдер сендер бір түрлісіңдер, қиялдарың вообще бір түрлі ше. Андай басқа нәрселерді елестетіп, ана мен ананы қош жеріп, жаман андай фантазировать етіп кетесіңдер ғой. Сендер де сәл бос жіберсе жүресіңдер, секіріп, ешкі құсап. Ой, пырмай, мынада 80 қатынның қызғаншақтығы бар шығар. Шүкір өзімді әйтеуір 80 аттың күші бар. Аға, осы балсы қалай негізі жалпы? Ой, не амашын ол? Жақсы сияқты да олай. Бәрекелді. Енді бажа болуымызға бед енді. Күшті емес па қайдағы? Балыққа, байняға бірге бар, еп жүреміз екеміз. Інім, менің ұрынғаным жетер. Қойсай не аласың? Тыныштық қысай. Ұрынған дегеніз, не қорлық көрді жешемден мен? Ой, қорлықтың бәрін содан көріп атым қазір. Ұрат, бермей, қинай. Әбіштіп жібер. Не бермейді? Тамақ бермейді, тамақ. Қойшы, ұранма не сонда, бәдімсіз де. Ұрмайды, сен де шыны, мен сенімші. Жеңшең жақсы, зор, бабында. Просто екеуміз бір үйден қызаған ыңғайсы ғой, Қойсай не, қыз толы ғой, көрсей бар, шықтар ғой. Жігіттер жігітсін бар, алсай бұл наңғайын. Жақсы етті просто. Сұрап отқан. Жақсы, өзім көріп болғам онда. Же? Ал. Осының сіңліңіз қалай негіз олай? Үйбай, не істейін деп ең ғой? Қол бос болса арқап тұрлат, бастырып алайын деген ғой. Зор. Таяқ жейсің. Қойшы болғанда сол сіз сияқты бір күшті келін қысам ба деген онша үйге. Зор ғой.
Қойшы, қайтесің оны, ол қорылдайды. Қойыңшы, өтірік соғасың ше. Ой, шын айтам, мен де қорылдаймын, сұра сенбесең ағаңнан. Біз жалпы отбасымызбен қорылдаймыз ғой. Işte әп қаласыздар ғой, тегі бір ше. Одан қимай атырмын сіңілім саған десеңші онша. Қимай атыр емес қой, просто енді бір үйде апалы сіңілі екеуміз жүргенге ыңғайсыз да, Жоқ, күшті емес пе қайдаға? Байняға бірге барып жүресіздер күнде. Құма. Зор ғой. Енді ниетім бар, үйлене берейін, онда мен барып жайлап барып әрекетін жасарам. Үйлене бергенде былай сен сөйлесіп көрдің ба? Кішкене танысып, жақсылап әңгімелерін жараса ма, жоқ па? Осы ұната ма, ұнатпай ма дегенде. Ой, ұнатады. Мен жігіттің серісі тұрған кезде кәдімгі бар ғой. Ұнатпағанда. Ұнатпаса, мұрнымды кесіп берейін. Осы тағы бір жерін кесіп беремін да. Үйлене берейін мен барып онашы. Жақсы. Болды. Тыныштық па, не болды? Бәрі нормально ма? Білмеймін ғой. Андай кинодағыдай, андай көтерген білдіру үшін деп сөйтіп білдіргің келіп Машы. Не жаңалық? Тексеріп көрдің ба? Я, көрдім, дым жоқ. Қойш, дым жоқ па не? Мен не болды сонша настроением түсіп кетті? Жоқ, ой, нормально. Асықпа, жаным, бәрі уақытысымен болады ғой. Бәрі нормально. Конечно. Негіз бар ғой, Жасик. Біріншісі ұл болғанын қалайсың ба, қыз ба? Негіз шынымды айтайын ба? Біріншісі ұл болғанын қалаймын мен ше. Неге? Өйткені артынан ертең қыз туылатын болса, ағасы болып, жаңағыдай қамқор болып, тиіспеңдер деп жүреді де, күшті ғой. Мынау еркектер жаман, сонда арамысыңдар ғой, Не үшін? Ұл болса дейсіңдер, ертең қартайғанда рахатты қыздан көресіңдер, соны білмейсіңдер ғой. Жоқ, оны бәріміз білеміз. Ол қыздың орны бөлек, қыз жақсы ғой негіз. Не деген мен ше? Енді бәрі Құдайдың бұйыртқаны ғой негіз. Біз айта береміз анау мынау деп. Асуының қажеті жоқ. Өз уақытымен болады ғой. Қарындас, не қыласыз? Көріп тұрсыз ғой, не жатқанымды? Не істеп жатқан болғанда? Әңгіме болсын деп жатыр да әлі? Әңгімеге онша жоқ екенсіз да? Жоқ, мен тіліп қоямын негізі әңгімені, әжептәуір. Қайда, тіламай тұрсыз ғой. Тіламай тұрғанда, Құдаша сізге осы негізі қандай жігіттер ұнайды? Маған жігіттер ұнамайды негізі. Ой, андайсыз ба не сонда? Қандай? Андай да, андай. Жоға, ойнап айтам. Маған тұрмыс жігіттер ұнамайды, бірден айтайын. Явно ұнап тұр екенмін да мен, Жоқ, қателеспеңіз олай. Құдаша бірден жүрек күйіп қанжар қадамасаңшы олай адамға. Қанжар қадамаймын мен? Жай соғып аламын. Мақұлға кешке не істейсіз бүгін? Кешке ұйықтаймын. Қаншада? 8-де. Не қылдың сен? Кішкене балалар сағат 10-да ұйықтайды ғой. Мен сонда ұйықтамын енді. Қырсық қой, кішкене бол. 8-де ұйықтаймын дегеніз. Не ғой, Жасик? Ертең қандай күн екен білесің ба? Қандай күн? Тоба, айттым ғой, бұл вообще дым білмейді ондайды бұл. Бір түрлі адам ойланбайды түк. Романтиканың иісі мұрнына да бармайды бұны. Айтсайшы, нені ұмыттық? Студентке отырғаныңа 21 жыл бопты. Құла білмей айтсай, не қылды? Не қылды? Үйленгенімізге 2 жыл болады ертең. Бір серьезный нәрсем болса, не қылып отырсың? Айттым ғой, не серьезный адам бұл. Кезінде мамам айтып еді, тиме, не серьезный адам бұл деп. Не қылып дедің енді? Қайдан білейін, дуалап алдың ғой, бір бәле қылдың ғой. Құла білмеші, жігіттер де дуалай ма не? Адамдардан бәрін күтуге болады қазір. Жоқ, түсінемін да, бір 10 жыл, 20 жыл өтсе мақұл, естен шығып кетті дейтін. 2 жыл болды ғой. Сен қызықсың ше негіз. Адамдар деген қазір туған күнін ұмытып жатыр ғой. Қайда бір бөлелер шығарып аласыңдар осы әйелдер ше. Аллам, сабыр бере көр маған. Не жаздым екен саған соншалықты осындай романтикасы 0 адамға тиетіндей. Аллам, көп сабыр берші мынаған. Мына жастар үнсіз ғой.
көңілдерінің қошы болмай отыр ғой, а? Тыныштық па жастар? Бір-бірімен жақсы тіл табысқан сияқты ғой екеуі, иә? Арқа болдық. Құда бала тілге жатып алған екен. Тілге жатып алған ба? Ой, бұрма, інім. Бұдан былай көрпеге жатмақ ма? Оппа! Не әзіл болды бұла? Жыл әзіл дейміз бе, қайтеміз бұны? Апта әзіл дей тұр пака. Жыл әзіл енді шығады қарағым. Шынымен не екеуің көңілдерің қош болмай отыр, бұлай арқа-жарқа болған адамға ұқсамайсыңдар ғой? Все, мен тұрдым. Інім? Інім, тыныштық па не болды? Күндіз оталып жүрген ғой кәдімгідей. Оталып тұрған жерінен кілдім суырып өшіріп қойды ғой. Қой сөйттім ме? Жешесі ондай емес сезу қақтан шыққан ба? Ондай емес дейсің ба нана? Ой, бұл қыз кезінде білесің ба? Кілтің жылу бұлай тұрсын, мотор-паторыңмен жылу алатын қатын еді ғой. Жаймен өзім бабына келтіріп момақан қып қойдым. Жасикжан, тыныш отсай моторың жылынбай тұрғанда, иә? Бәрекелді. Осы сәтте мен де тұрып кете берейін. Қайным айналайын-ау. Құдай сені бір алда келетін қауіп қатерден сақтап қалған ғой, жақсылап тұрып. Сезім. Жүрсе кеттік. Құшы жыланың жылы. Жоқ, ондай емес, жүрсе кеттік. Қайда? Жүрсе? Кептер көрсесін бі тағы? Жоқ, ондай емес, жүрсе. Күшті нәрсе көрсем, жүрсе. Не? Жүрсе. Ай, Сәл шыдасың, аңға жайықта тап боласың. Да. не істемекшісіңе, не бар ойында арама? Жаным, үйленген күніміз құтты болсын. Қой, қалай сонда? Кеп отсың. Қадымым отырыңыз. Грилім еще. Ке су ішіп отсай. Күшті су ішіп отырайық еміз. Ой, стакан таппадың бей? Стакан бәрін тықып ұстағасын, бірнесе қаласың ғой. Менде шатасып. Қойыш. Ал, гриль жесе, саған гриль алым ғой. Түнде де еще. Ой, зор кетеді түнде. Түнде де күнде. Рахмет көңіл ғой бұл да. Сезім. Біздің негізі өз танысуымыздың өз қызық болып есіне ма? Есімде ғой. Қыстың күні универде саған қаратам деп көзіңе тигізіп, сен заявление жазып, ойпырмай соттат жеріма деген әме. Зорға тоқтаттық қой сен. Жыным кеп кетті де, салған адамды ұқсап, дәу жігіт істеп атқан тірлік анау қарлақтырама дейін сау адам. Дәу емеспін ғой кезде мен, кішкентай болайын. Не үшін сол кезде ше, арзыңды қайтып алдың кейін? Енді бізде де жүрек бар ғой, түрің сүмірейіп қалды. Мысық құсап шіректегі аяп кеттім бе, Сол кезде мен сезім оянды ғой саған. Сезімге сезім оянды ғой кәдімгі ше. Негізі, баяғыда үлкендер айтатын еді ғой, үйлену оңай, үй болу қиын деп. Сол кезде сенбеушем. Қарап отсам, осы 2 жылдың ішінде не бір жағдай өтті басымыздан. Қанша қиналдық, қанша ұрыстық, қанша татуластық. Бірақ бір түсінгенім, егер адам бір-бірін жақсы көрсе, осының бәріне шыдайды екен, кез келген қиыншылыққа. Жаңа кәдімгідей сүйген адамыңның жаман қылықтары, мінезін, оның кемшіліктерін бәрін көрмей кәдімгі көз алдыңнан өткізіп жібере береді екенсің. Саған да рахмет. Менің осындай қырсық мінезіме шыдап, баяғы мына көкірек қызды кішкене төменге түсіріп, өзіңе бағындырғаныңа. Мен сені өмірімнің соңына дейін жақсы көріп өтем, сүйіп өтем. Сезім, негізінде керісінше барлығы. Сен мені түзедің, мен де сенбеушем осы екі жұп бір-бірінің кемшіліктерін түзейді дегенге. Ол рас екен. Сен мен көптеген қате кемшіліктерімді кешірдің.
Сені талай ренжіттім. Соған қарамастан сен менің қасымдасың. Қашан да менің қасымнан табыласың қиын сәттерде. Мен сені өмірімнің соңына дейін бақытты әйел қылуға тырысам. Айтпақшы, Жасик. Бүгін саған күндіз әдейі айтпаған едім негізі сюрприз жасаймын деп. Қандай? Сен жақында әке боласың. Қош? Иә. Серьезно? Иә. Қой. Шын айтам. Еба! Сенбейсің ба не? Сен шынымен айтып жатсың ба? Иә. Махаббат деген қандайды, қарасаң көзің талмайды. Сағынған жанға жете алмай, қаншама гүлдер сарғайды. Ғашықсыз өмір ме, егілме жаным, егілме. Көктегі күнге қол созған, не дерсің мынау көңілге. Күлерсің дағы жыларсың дағы шыдарсың. Жазылмас дерттің дауасын, жаным ау кімнен сұрарсың. Бәлем соңғы үміттен айрылдық, берілген бақытты жоғалтып